Biz ауылдан Астанаға қайтып бара жатырмыз. Пойызда отырмыз. Сәлем достар. Біз пойыздамыз. Пойызға жаңа отырдық. Мінекей, біз ішіп жейтін заттарымыздың бәрін осы жерге алып алдық. Қасымызда аяулым, Ғазиз, Исмаил, сосын Арукаш бар. Сәлем достар деп жатыр сендерге. Достар, бізде Исмаил мазамызды алып келе жатыр. Түсем деп. Жаңа соған бола бір ұрыс естіп алды менен. Қазір Исмаил тұра тұр. Біз жейтін заттарымыздың бәрін реттестіріп жатырмыз. Қазір бәрін көрсететін боламыз. Бүгін қыздар 24 сағат пойызда дегенді түсіріп жатыр достар. Бізбен бірге болыңыздар. Достар, біз әлі пойызда келе жатырмыз. Кеш батқан жоқ. Қайда біз сағат 12-де міндік әбетте. Әлі келе жатырмыз. Қыздар, не істеп жатсыңдар сендер? Біз ойын ойнап жатырмыз. Телефон, бәрі үңіліп телефон қарап отыр өздері. Аю ойын? Қызық па ол? Сықтап кеткен жоқсыңдар ма қыздар? Жоқ. Иә. Мама. Қазір ше қыздар, сәлден кейін Расулаға қонаққа барамыз, соның комнатасына деп айтама, не деп айтады? Біздің жанымыздағы неде? Бөлмеде. Иә. Балалар колбаса жейін дейді. Біз өзіміз Арукаштың мамасы екеуміз гриль жеп жатырмыз. Балаларға осы колбасаны турап берейін деп жатырмыз. Достар, бізге комментарий жазып, лайк басып отырыңдар. Көптен бері біз видео түсіріп сала алмай кеттік. Оның үлкен себебі болды. Негізі маған пойызға мінген ұнамайды. Самолетпен жүрген ұнайды. Бәріне тез барған. Просто бізде балалар, аяулымдар. Мама, самолетке, неге? Келерде самолетпен келгенбіз. Мама, пойызға мінейікші. Блог түсірейікші, 24 сағат неде деген деп. Пойызда деген деп айтқасын. Осылай міндік. Бізде қыздар жоғарыда отыр осылай. Мамдар. Ауылдар ма? Колбаса беріп атсын сендерге. Қыздар, төсекті ұстамаңдар, яма? Сәлем жоқ бізде. Біз шай тамағымызды ішіп алдық та осылай жатайық деп жатырмыз енді. Әлі күн шығып тұр, түн болған жоқ әлі. Түнде қалай болады екен, мәссаған. Мен жатайын деп жатырмын. Тыныш жатыңдар енді осы жерде. Ғазиз, шулай бермей тыныш жат Арукаштың қасында енді. Телефон көріп жатыңдар. Бізде Wi-Fi бар екен негіз достар, бірақ істемей қалыпты, именно біз мінген кезімізде. Мынандай темірін салып қойдық, осындай балалар қорғап тұру үшін. Мындай бар ғой, мындай. Иә. Тыныш жатыңдар, яма? Мен де жатып демалып алайын. Не істеп жатсыңдар қыздар? Тренд билеп жатырмыз. Любой жерде билеп кете бересіңдер екеуің, иә? Қосылып алып отыр, құлап қаласың. Отыр. Мына жақта біздің үлкен ағамыз бар. Қастарына келді қыздардың. Достар, осылай ғой, біз трендті осылай түсіреді. Ана шортсқа салатын видео. Кстати, біздің шортстағы видеоларымызды да көріп, бағалап кетіңдер. Достар, осы екі қыз күшті билеп салып отырады. Достар, біз тренд түсіріп жатырмыз. Иә, тренд түсіріп жатырмыз. Біз қандай видео түсіріп жатырмыз, қыздар? Осы видеоның аты не болады? Біз влог. 24 сағат Пойызда. Иә, пойызда деген видео түсіріп жатырмыз. Бізде Ғазиз ұйықтап қалды, жылап, білмеймін енді кешкісін қалай болатынын. Ойбай, ана жерде көрмеу керек заттар екен ғой. Достар, біз мынандай чипсыларға распаковка жасайын деп жатырмыз. Қазір бұларды оннан бір санды бағалайтын боламыз. Достар, біз короче осындай чипсыларға бағалайтын боламыз. Енді тоқта. Енді аш.
көрдің ба Расул? Иә. Қане ашып қойдыңдар ма қыздар? Кәне иістерін иіскендерші, қандай екен? Мынау құрттың иісі жатады. Құрттың? Құрттың сурет тұр ғой мына жерінде. Курт деп тұр мына. Куртке со вкусом. Мынау ше? Мынадан күшті иіс шығады. Мынау чипсы, паприка екен, кәне. Оннан бірге дейін бағалаш, Аюка. Арукаш сенде? Оннан 100. Ойбай, оннан төмен сан айтасың ғой? Оннан 10. Оннан 10, иә? Жақсы мекен, қайсысы ол? Паприка ма? Арукаш сенші паприкаға? Оннан 8 қаттынаған жоқ, ашы. Қатты ашы ма? Паприка деген ашы болады ғой. Ал енді ана куртты жеп көріңдерші. Мен бұған оннан 0 деген бағалар. Не очень ба? Кішкене қатты біз оннан 5. Не үшін? Дәм онша емес па не? Мә достар, мынаны қарасаңдаршы, мынандай чипсиді онша қыздар ұнатпай тұр. Жей бер Исмаил, жей бер. Расул, сен қайсысын ұнаттың? Паприка или курт? Паприка ұнады ма? Флинтті жеп көріңдер енді. Чипсы со вкусом, ой, кирешки со вкусом. Сосиска. Ржаный, сосиска, Гриль дейді, гриль. Мен бұған тоже оннан беремін. Оннан 10? Мен де оннан 10 беремін. Мынау ше, нан жеп көріңдерші. Мә қызығып тұрмын, тез жеңдерші қыздар. Достар, пойызғамыз сендер осындай жейтін заттар сендерде алып аласыңдар ма? Мен бұған оннан 5 деген. Сендер мә оннан 5 дейді, не үшін? Қаттынаған жоқ. Қатты ұнаған жоқ саған ше, Арукаш? Оннан 7 деген. Оннан 7, значит ұнаған жоқ сағанда, иә? Маған ең қаттынағаны мынау паприка. Сонда достар, жолға шықсаңдар осындай паприка жесеңдер болады, и флинттан осындай жесеңдер болады екен. Жей қойыңдар, жеңдер. Бойда осындай болып уақытымыз өтті жатыр. Иә, дала деген біз айдолда кетіп бара жатыр. Қазалыдан, Қызылорда облысы Қазалы ауданынан Астанаға үйімізге кетіп бара жатырмыз, иә? Қызық болып жатыр ма сендерге, қыздар? Иә. Ішіміз пысқан жоқ әлі. Бізге осы пойыз ұнап қалды, Тальго. Жылдам жүреді екен. Жылдам жүреді. Әрі 24 сағат қана жүреді екен, іші тап-таза. Ал достар, мен төбеге шығып кеттім. Осы жақта отырам енді. Міне мына жақта Исмаил бар. Одан осында Арукаш. Әлі чипсы жеп жатыр. Мына жақта Исмаил, привет де. Осылай отырдық. Бізде дала осындай болды. Осындай тұр. Қазір кеш болған кезінде қараңғы болып сол кезінде ұйықтаймыз. Мен қазір өзім телефонды көріп жатырмын, ішінен ойындар ойнап. Қазір ойнайтын боламыз. Міне. Ал достар, міне мен мына жаққа магазин ойнап жатырмын. Мына жақта телефонна магазин. Короче, біздің пойызда уақытымыз осылай өтіп жатыр, 24 сағат пойызда деген. Тамақ ішіп жатырмыз балаларға. Доширак, сосын осындай биг. Мынау қандай? Бигбон ба? Бигбон дайындап беріп жатырмыз. Бірақ пойыздың ішінде қайнаған су жоқ екен. Аквалайнның ыстық жағына ағызып, соған не қылып едік, сөйтсек. Онша емес болып, суымыз мұздай болып кетіп, вообще дұрыс болмай жатыр, мынандай болып жібімей тұр. Қазір Аяуканы көрсетемін. Мына жерде ағамыз бізге аквалайннан су құйып әкеп беріп жүр. Мама, Ой, не істедің, Аяука? мен ана роллканы жеп болдым, енді қасық керек маған. Мына жақта. Ол қасықпен ішпей ақ қой. Мә, сен жақ күшті екен. Расул, сенің өнен күшті екен. Сен отыратын жерің. Күшті, иә? Қысылып тұрған. Қысылып тұрмайсың. Ана жоғарысын көтеріп тастаған ғой. Осы вагонда тек қана Расул ағасы келе жатыр.
аяулым қасына келіп тамағын жеп алып жатыр. Өйткені Ана ана жақта жақта. орын бос емес. Иә, орын жоқ болғасын. Қалай, дәмді ма? Иә, күшті. Біз Арукаштың мамасы екеуміз бұндай китайский тамақтар жемейміз. Қазір өзіміз шай ішіп аламыз, балаларды бірінші тамақтандырып алып жатырмыз. Қазір жатып ұйықтайсыңдар, иә ма балалар, иә? Сәлем достар, қайырлы таң. Жақсы ұйықтадыңыздар ма? Біз Астанаға келдік. Достар, біз жеттік, пойыздан түстік, жаңа Нұрлы жол вокзалынан түсіп қалдық. Адам көп болғасын түсіре алмадық. Түріміз әбіршіп, шаршап келе жатырмыз. Папамыз жеңіл машинасымен емес, оның үстіне газельмен күтіп алыпты. Сонымен бәріміз быт болып шаршап келе жатырмыз. Қазір үлгерсек, егер шаршап қалмасақ, үйге барғаннан кейін де түсіретін боламыз, жалғастырамыз.